шаршатты. Мүлдем оқығым келмейді. Кітап-дәптердің бәрін өртеп жібергім келіп тұр. Мына кітап-дәптерді өртеп, әуре болмай-ақ, бірден мектепті өртеп жүрген жақсырақ емес пе? Мектепті өртеп жіберіп, жақсы идея. Мектепті өртеп, Зәуре апайдың отыратын кабинетті құлдап қойып, қашып кетіп, Зәуре апай құтқарыңдар, мен енді сендерді ұрыспаймын деп жалынып жан дауысы шыққанда кісі болып есікті ашамын. Сол кезде кісі болып есікті ашып, енді қайталанбасын деп айтамын. Ей, ақмақтар, тыныш. Не үшін қорқамыз? Мен мысалы ешкімнен қорқпаймын. Солай ұстау керек. Сол кезде екеумізге сен екеуің не үшін кешіп келдіңдер? Сабақ орындадыңдар ма? Деген сұрақтарды мүлде қоймайтын болады. Ей батырлар, сол Зәуре апайдың өзін айта аласыңдар ма? Айтамын. Айтқанда бетіне айтамын. Әшейін үлкен деп сыйлап жүрмін ғой. Сендердің көзі ұят болып қойды ғой, Зәуре апай бәрін естіп қойған сияқты. Ой, қалай естиді? Құлағы локаторан емес шығар. Әлде құлағы сақпа құлақ па? Мынаны есту үшін сақлақ болудың қажеті жоқ. Не? Зәуре апай? Соңғы партаға да естіліп тұр. Апай, сіз бізді дұрыс түсінбей қалдыңыз. Менің айтқым келгені мынау ғой бастаған. Кітапты өртейм, шаршадым деген. Сен ғой тұншы мектепті өртейм деген. Зәуре апайды құлтап кетемін деген мен бе? Сен ғой бастаған бірінші. Оны доғарыңдар. Маған ренжулі екенсіңдер. Оны білдік. Жоқ, ренжулі емес, біз абай кешірміз. Тағы да бір ыңғайсыз жағдай қалып қойдық-ау. Ой апай, олар тек қана сізге емес, бәріне ренжулі ғой, всегда көңілі толмай жүреді. Олардың сабақтарын нашар оқуына мектеп кінәлі, сабаққа кешіп келуіне автобус кінәлі, футболда гол сала алмауына кроссовкалар кінәлі, бақылау жұмысынан 2 алуына өз үй жұмысы көшірткізбеген Әйгерім кінәлі. Сабақта қарны ашып кете беруіне асқазандары кінәлі. Сонымен қатар дәл осындай ыңғайсыз жағдай қалып кете берген нағыз жол болмаған достар ғой. Былтыр сіз бізге сынып жетекші болмай тұрғанда, алдыңғы сынып жетекшіміз Алма апаймен де дәл осындай жағдайы болған еді. Мына екеуі Абай басым айналып жүрегім айнып жатыр. Абай өзімнің нашар сездім. Дастан, бәрі дұрыс па? Мен қазір дәрігер шақырып жіберейін. Жоқ, апай, керек емес, үйге бар, кішкене жат дем алсам қоятын сияқты. Онда жарайды. Сен үйіңе барып жақсылап дем ал. Мен қазір анаңа звондап, мән-жай түсіндірем, жарай ма? Жоқ, анама айтпай-ақ қойыңыз. Анам жұмысында уайымдап, жұмысын тастап келеді. Өзім бірдеңе қыламын. Үйге жетем дегенше алыс, бірақ алдыма бір серік қажет, өтініш апай. Жарайды. Бауыржан, Дастанды үйіне апара аласың ба? апай, апарып келейін. Жоқ, тек Бауыржан емес, мені Пони апарсын. Әрі Пони үйімді жатқа біледі. Жарайды. Пони, заттарыңды тез-тез жинап, Дастанды үйіне жеткізіп сал, жарай ма? Дастанды үйіне жеткізіп салу мен қолымнан келер ме екен? Келеді, ақмақ. Ақмақ? Сандырақтап жатырмын. Кеттік, Пони. Жарайды, сабағымызды жалғастырамыз, Содан екеуі дәл осындай спектакль сияқты кезекпен кезек сабақтан қайтып жүрді. Спектакль? Спектакль. Өйткені олардың ауырғанының барлығы өтірік болып шықты. Мүмкін олардан ешкім күдіктенбес еді, өздері артық қыламыз деп тыртық қылып алды. Қалай сонда? Бұлар аптасында бір рет қана сөйтіп сұранып жүрді. Бара-бара 5 күн сайын, 4-3 күн сайын, ақыр аяғы күніге сылтауларды ойлап тауып қайтатын болды. Күдіктенген Алма апай олардың артынан шықты. Сабақтан ауырып қайтып қайда баратындарын айтсайшы. Қазір екеуі тағы сұранып сыртқа шықты. Сол кезде Алма апай күдіктенген артарынан аңдуға шықты. Қыз жеңілесің бе? Бір раунд қалды.
жеңілесің ба? Анау келіп айтып күшті алдап кетті я. Менің актер себебіме күмән жоқ, мен түрме қарап аяп кетті ғой. Не күшті екен я? Ой, бұл менің братан PlayStation ғой, капитан деген. Алмагүл апай. Сендерге сенім жүрген мені ақымақ қылған. Демек ауырып жатсыңдар ғой, қай жерлерің? Міне осылай, олар ауырдым десе ешкім сенбейді. Аузын жапшы. Осы екеуі всегда осындай проблемалар үшін ыңғайсыз жағдайға қалады да отырады. Өзің де ыңғайсыз жағдайға қалғансың ғой? Қашан? Сен, Шұғыла, Айгерім, апай, бұлар не істегенін білесіз бе? Не істеді? Айтам, апай, бұл үшеуі таза жемқорлар. Былтыр көктемде емтихан болды. Соған есеп білмейтін балаларға жауап сатты. Не? Апай, бұдан да сорақсы, бұлар бізді алдап соқты. Қалай алдап соқты? Туф, қыздар, мен осы аптада Райымның концертіне барамайтын сияқтымын. Үйдегілер ақша бермей жатыр. Маған да, мен оған шерлерді қаншама күтіп жүрмін. Бұл концерттен қалып кетсем, өзімді никогда кешірмеспін. Енді не істейміз? Ақша табу керек. Қалай? Қыздар, былай қыламыз. Бақылау жұмыстарын бұрынғыдай тегінен емес ақшаға сатамыз. Содан кейін арамыздан біреудің туған күнін жасаймыз. Түк түсінбедім. Қыздар, жігіттер, бүгін Айшаның туған күні, сыныптасымыз ғой. Сондықтан барлығымыз 5 теңгеден жинап, сыйлық алып берейік. Торт, осы жерде тілек айтып дегендей. Айшаның туған күні бүгін бе? Мен жазда деп жүрсем. Жоқ, жаз емес. Бүгін өзі өткенде айтқан мамырдың 14-і деп. Я, мамырдың 14-і. Жоқ, бүгін мамырдың 14-і емес, бүгін мамырдың 13-і емес бе? Мамырдың 13-і деген мен қателесіп кетіппін. Енді 5 теңге көп ақша емес қой, бастысы көңіл. Дұрыс айтасың. Айша мәз болып қалсын. Бүгін бәріміз торт алып, сыйлық алып, тілек алып, бір қуантып қояйық. Мен де қосыламын. Айша сонда жақсы қыз. Әрдайым барлығымызға көмектесіп жүреді. Шыншыл, адал қыз. Сол үшін де басқа Айшадан аямайық. Міне менің ақшам. Рахмет. Менде қазір ақша жоқ, ертең бере салайыншы. Ал қыздар, біз Айко екеуміз барып дүкенге барып келейік. Қыздар, мен де сенімен барайыншы? Бірге барайыншы? Жоқ, қыздар, білесіңдер, алмабайды. Қазір барлығымызды ұрсат, екеуміз барып келейік. Жарайды. Қыздар, есепті сатқан ақшамен есеп туған күнге жиналған ақшалар барлығы бірге 15 000 теңге болды. Енді концертке 3 билетті оп-оңай сатып аламыз. Тоқта, бірақ сыйлықты күтіп отқан оқушыларға не айтамыз? Айша, сен покасынға бара бер, ал біз Шұғыла екеуміз біраз айналып келеміз да, ал келген соң ақшаны тауып алмай қалдық дейміз. Жарайды, бірақ сен ретінде су табайтындаршы. Жарайды. Соған апай, сыныпта қана жағдай болғанын білесіз бе? Әрине білмейсіз. Ол кезде сіз жоқ едіңіз, ал біз білеміз. Мен сол кезде ештеңе істемесем де өз-өзіне қатты алдым. Оны испанша ұялу дейді. Біреудің әрекеті үшін ұялу тек сен емес, бүкіл сынып испанша ұялады ол кезде. Не жағдай болып еді сонша? Сәлеметсіңдер ме балалар? Жағдайларың қалай? Қалған қыздар қайда? Шұғыла мен Әйгерім көрінбейді ғой. Алмапай, Айшаны құттықтадыңыз ба? Бүгін Айшаның туған күні. Солай ма? Айша туған күніңмен. Біз оқушылар болып кішігірім ақша жинадық. Ал қыздар сол жиналған ақшаға торт пен сыйлық алуға кетті. Жарайсыңдар. Апай, Айшаның туған күніне бес қойып берсеңізші. Әрине қоямыз. Бірақ Айша, сенің туған күнің жазда емес пе еді? Сен құжаттарыңды түгендеп жатқан кезде есімде қалған. Жазда ғой. Не? Жазда болса, неге жазда тойламасқа?
Былай ғой, құжатты мен кеш алған екенмін. Негізі осы мамырдың 14-і туыппын. 13-і деңіз? Я, 13-і туыппын. Құжатта 2 ай кеш жазылған. Яғни шілден 14-і деп анам солай айтқан. Меніңше мына туған күнде бір шикілік бар. Мыналар бір нәрсе жасырып жүр үшеуі. Жарайды, түсінікті. Айша, тағы да туған күнмен құттықтаймын. Ең үздік оқушылардың бірі бол, жарай ма? Апай, тілек айтпай қоя тұрыңыз. Қазір торт келеді, сок келеді. Торттан бір тістеп алып, соктан бір тұтап алып, тілекті айтпаймыз ба? Саламатсыз ба, Алматбай? Айшаны бір минутқа боламын деген. Сәлеметсіз бе, Айшаның анасы? Келіңіз, кіріңіз. Біз дәл қазір Айшаны туған күнмен құттықтап жатыр едік. Өзіңіздің бір ауыз тілегіңізді айта кетсеңіз, біз сынып болып тыңдай қояйық. Қандай туған күн? Айшаның туған күні шілденің 14-і ғой. Құжат бойынша шілденің 14 екенін бәріміз білеміз. Және бүгінгі шынайы туған күнін құттықтап жіберіңіз. Негізі туған күн сол Айша шілденің 14-і күн туылған, сол күн ана болғанымен. Кім айтты оны сіздерге бүгін туған күн деп? Айша? Қазір түсіндіремін. Кіруге бола ма, апай? Саламатсыз апай. Біз бүгін Айшаның туған күніне байланысты магазинге барып келген едік, Айко екеуміз. Торт, су алуға. Содан бір өкінішті жағдай болып қалды. Я, артымызда дәу ит жүрді. Қуалады. Біз қатты қорықтық, өте қатты жүгірдік. Содан кейін, сол иттен өздері құтылғаннан кейін магазинге кірсек, қалтамызға қарасақ, ақша жоқ екен. Иттен қашып жатқан кезде түсіріп алған сияқтымыз. Я, біз барлық жолды көрдік, бірақ таппадық. Ойбай, неткен аянышты. Сол ойдан құрастырылған үлкен иттерінен сұрамадыңдар ма? Ақшамыз қайда деп. Не, қайдан ойдан құрастырылған? Өздеріңді көрер едім, дәу ит арттарынан қалмай қойса. Болды, жетеді. Иә, жетеді. Туған күнге деп алған ақшаны да, есепті сатып тапқан ақшаны да оқушыларға қайтадан қайтарып беріңдер. Ал сабақтан соң үшеуіңде қаласыңдар. Жеке сөйлесуім керек. Әке шешемнің маңдай терімен тапқан ақшасын қайтарып қойшы өзіме. Вот, осындай жағдай болған. Ал сіз бұларды періштеден жүрсіз. Мәсаған, сендерден бәрін күтуге болады екен ғой, е? Сендерден болғанда апай, мен ғана ыңғайсыздық жағдайына түскен жоқпын. Соғы түріпті, еркені жылатып өзің етқа қалдың ғой? Қапы сол оқиға бар екен ғой. Ол қандай оқиға? Былтыр еңбек сабағында мынандай болған. Мен кеше түні бойы әкеммен бірге отырып жасап едім. Әкеліп партама қойғанымда есімде. Кім алып қойды екен? Дәурен ба, жоқ. Оған қажет емес. Осы ерке алып қоқса тастап жіберді. Кеше сабақта шашын тартып едім. Соған қырсығып, менің жасаған үйшігімді қоқса тастады. Қап, ерке, көрсетермін саған. Жарайсың, Пони. Ой, Бауыржан, сенікі қайда? Әке бетім, мына жерге қойғам жоқ. Енді қойсаң өшіріп тұру керек қой? Оны біреу алып кетті. Үйді ұмытып кеттің ба? Жоқ, оны ерке алды. Ерке? Сенімсің ба? Үйіңді ұмытып кеткен шығарсың мүмкін? Жоқ, оны шынымен ерке алды. Осы кеше сасынан ойнап шасын тартып едім, соған ренжіп, менің үйімді қоқысқа мұжып қоқысқа тастап жіберді. Жоқ, ағай, мен оның үйшігін алған жоқпын. Болды, қыздар, жігіттер қойыңдар. Кейін анықтай жатармыз. Тапсырмаларын қараңдар. Жыла біреудің жатын ұрлаған қандай болады екен? Қойсай Бауыржан, үйшікті ерке алмаған шығар? Қайдан білесің? Баука, сен бірінші оны үйшікті алған дұрыстап тексеріп көрдің бе? Осы алып көзін құртқанына күмәнім жоқ. Ол алмаған бұл ұят болып қалмасын. Тура осы алды, басқа ешкім алмайды менің үйшігімді.
Сөйтіп Еркеден кешірім сұрадың ба? Иә, апай, кешірім сұрадым. Ал сен Ерке кешірдің ба? Иә, кешірдім. Жарайсың Ерке. Кешірімді болу нағыз адамның ғана қолынан келеді. Біз Дәурен екеумізден мынандай бір жағдай болған. Біз ол кезде мектепке бара жатқан едік. Біз аялдамадан автобусқа мінгенде біздің артымыздан бір кісі мінген еді. Біз ол кісіге өтірік мән бермеген құсап, орын бермей отыра бердік. Сен ғой сол кезде өтірік ұйықтап қалайық деген. Сен өзіңнің де қош, сен өзіңнің де орныңнан тұрғың келмеді ғой, жарайды оны қоя берейік. Сосын біз аялдамадан түсер кезде ол кісіні қағып, соғып, аяғын басып кеткен болатынбыз. Сосын біз мектепке асықтық. Сендер де мектепке асығады екенсіңдер ғой? Содан артымыздан жаңағы мұртты кісі де ізге түсті. Ол кісі бізге, балдар тоқтаңдар деді. Біз жаңа аяғын басып кеткенге ұрсады екен деп тұра қаштық. Мұртты кісі бізге балалар тоқтаңдар, балалар тоқтаңдар деп айқай берді. Біз ол кісіні өзімізге жеткізбей зытып қашып кеттік. Сәл алыстаған соң ең сорақысы біз оны мазақтадық. Құттуай, жет алмайсың. Сосын біз сыныпта сабақ өтіп жатқан кезімізде әлгі мұртты кісі кіріп келді де, осы сыныпта оқитын оқушынікі ау деймін деп анамның мектепке беріп жіберген тамақ жейсің деген ақшасын алып келіп берді. Сіз бізді қалай тауып алдыңыз, сіз бізді қайдан танисыз деп таң алып отырсақ, ол біздің мектептегі директор Омар ағай. Біз содан бері Омар ағайдың бетіне тіке қарауға қатты ұяламыз. Біріңдікі біріңнен өткен ыңғайсыз жағдай екен. Апай, мен былтыр мектепте концертте ән айтатын болдым. Өзім жаным дауыста емес, алдын ала таспаға жазып алғанмын ғой. Сөйтіп оны тыңдап дайындалып көруге уақыт болмады. Бірде концертке келдім. Сөйтіп таспаны музыкантқа беріп, өзім микрофонды алдым. Жүргізуші хабарлады. Әннің музыкасы басталды. Енді сөзі басталып айтып жатсам, ән жазып берген ағай басқа жігіт айтқан таспаны беріп жіберген екен. Сахнадан кетіп қалуға ұялып, сол жігіттің даусымен 4 минут ән айтып шыққаным ғой. Ана бала сенің даусыңмен айтып, сенен де ыңғайсыз жағдайға қалған шығар. Негізі аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген. Ыңғайсыздан өтірік айтып, ойламай сөйлеп, бәріміз ыңғайсыз жағдай қалып қоямыз ғой. Апай, сізге бәрі мектеп туралы айтқан сөзіміз үшін кешірім сұраймыз. Ештеңе етпейді. Мен сендерге ренжімеймін. Ондай жағдайлар әркімнің де басында болады. Мысалы, менің де басында талай рет болған. Сендерге біреуін айтып берейін бе? Жарайды. Бірақ келесі сабақ.